Assalamu alaikum, кайырлы күн достар. Бала Ями мен бірге отбасыңызды таң қалдыратын дәмді тағам әзірлейік. Күнде әртүрлі рецепті көру үшін каналыма жазылып, қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыз. Ендеше кеттік достар, бұл ерекше тағамды бірге дайындайық. Ең алдымен картоптарды тазалап алып, орташа көлемде тураймыз. Туралған картоптарымыздың үстіне сары майда салып, оның үстіне ыстық суды құямыз. Картоп қайнап жатқан кезде бір пиязды алып ұсақ көлемде турап аламыз. Саңырау құлақтарында сыртын ашып, тазалап алып, оларды қажетті мөлшерде тураймыз. Табамызға пиязымызды, одан кейін саңырау құлақтарды салып, күлхи майымен жақсылап қуырып аламыз. Кейін үстінен өзіміз қалаған көк шөптерді саламыз. Қуырылған пияз бен саңырау құлақтың үстіне жартылай піскен картопымызды салып, тағамызға дәм беретін тұз, дәмдеуіштерімізді қосамыз. Өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Мен қара бұрыш, паприка және прованский травы қостым. Кейіннен үстінен брокколилерді салып, қайнап тұрған ыстық суды аздаған мөлшерде құйып бұқтырдым. Сәлден соң тамағымыздың үстіне 33% сливкиді құйдым. Мінеки достар, тағамымыз дайын болды. Бүгін дайындап отбасыңызды таң қалдырыңыз. Бұл тағамды түскі асқа да немесе кешкі асқа да дайындауға болады. Астарыңыз дәмді болсын, арнама жазылуды ұмытпаңыз.